Әңгіме Гарри есімді ер адамның көрінісімен басталады. Ол метро станциясында асығып жүгіріп, жерден шығуға тырысады. Ол жеткен жерде құлыпталған есікке жетеді, оны күштеп ашады. Ішке кірген соң терезеге бет алады, бірақ ол кірпішпен қаланған болып шығады. Кенет бөлмедегі барлық шкафтар ашылып, ішіндегі айна көрінеді. Содан кейін ол бөлмедегі үлкен айнаға барады да: «Мен қашуға тырысқан жоқпын» дейді. Айна жарыла бастайды. Ол оны сүрткісі келеді, бірақ қолынан айна сынығы түсіп қалады. Ол «Кешір» деп иіліп, сынықты алуға тырысады. Бірақ айнадағы бейнесі қозғалмай тұрады. Адам қолындағы сынықты қарайды, ал айнадағы бейнесі сол сынықпен оны өлтіреді. Содан кейін көрініс бенге ауысады. Ол кезекті күнделікті таңертеңін оянумен бастайды. Жуынатын бөлмеде өз бейнесін айнада көріп тұрып, ұнтақталған дәріні суда ертіп ішеді. Әпкесі Анджелаға қоштасып: «Бәрі жақсы болады» дейді. Біраз уақыттан кейін ол өртенген ғимарат орналасқан тасталған жерге барады. Күзетші Лоренцо оны ішке кіргізеді. Екеуі өртенген ғимаратқа қарай жүреді. Лоренцо онда өрт болған кезде жұмыс істегенін айтады. Ол 5 жыл өтсе де, ғимарат иелерінің сақтандыру компаниясымен соттасып жатқанын түсіндіреді. Бұрын дүкен болған жер 1950 жылдары жабылған аурухана болған. Компания ғимаратты әр 2 сағат сайын күзету үшін қауіпсіздікті талап етеді, әдетте бәрі тыныш болады. Лоренцо косметика бөлімі түнде қорқынышты екенін, өйткені электр жоқ, және тым көп айна бар екенін айтады. Бен айна жуған адам кім болғанын сұрайды. Күзетші оның орнына келген Гарри түні бойы сол айна жуғанын айтады. Көру барысында Лоренцо Беннен полициядан неге кеткенін сұрайды, бірақ ол жауап бермейді. Соңында ол күзет тірейлерін көрсетеді. Осы кезде ғимараттағы айнадар тірілгендей болады. Кейін Эми үйге оралып, үй қызметшісі Розадан балалар туралы сұрайды. Роза балалардың жоғарыда Бенмен бірге екенін айтады. Эми жоғары көтеріліп, балалардың ойнап жатқанын көреді. Ол Бенмен сөйлескісі келетінін айтады. Екеуі жатын бөлмеге кіріп, бірден ұрыс бастайды. Ол 3 айдан бері ішімдік ішпегенін, полицияға қайта қабылданғанша жұмысқа орналасқанын айтады. Эми оның өзгеретініне сенбейді. Ол полиция қызметінде біреуді өлтірген кезде оның қасында болмағанын айтады. Эми ашуланып, әрқашан тек өзі ғана оған сенгенін айтады. Баласы ұрысты тыңдап тұрады. Ол кешірім сұрайды, бірақ ерлі-зайыптылар ұрысты жалғастырады. Ол оны сүйеді, араларында әлі сезім бар екенін көрсетеді, бірақ Эми шегініп: «Мен бұлай жалғастыра алмаймын» дейді. Сол түні Бен кезекшілікте. Ол ортаға үйренісіп жатыр. Ол шкафтан виски бөтелкесін табады, бірақ оны сол жерде қалдырады. Дабыл қағылады да, ол ғимарат ішінде патруль жасай бастайды. Өртенген дүкен нағыз түнгі қорқыныш сияқты көрінеді. Ол косметика бөліміне жетеді, айнадағы өз бейнесін көреді де, формадағы кірді сүртеді. Кетерде шыныдағы қол ізін байқайды. Жарықты қайта қосып, оны сүрткісі келеді, бірақ із ішкі жағынан жабысып қалғандай. Бүкіл айна қол іздермен толған, жоғары қарай созылып жатыр. Айнадағы бейнеде есік ашылады, ал шынайы есік жабық тұр. Дегенмен ол шынайы есікті тексеруге шешім қабылдайды, көзін айнадан алмай. Есіктік баспалдаққа апарады, ол су басқан жертөлеге түседі. Жарықты қосады, айнадағы есік қатты жабылады. Келесі күні Бен үйде тағы дәрі ішеді. Анджела келіп оны тоқтатуды сұрайды. Ол алаңдайды. Бен жұмысты ұнатпаса да Эми мен балаларды асырау үшін керек екенін, Анджеланың диванында ұйықтағысы келмейтінін айтады. Анджела күндізгі жұмыс іздеуді ұсынады. Содан кейін ол қайта айнаға қарайды да, беті еріп бара жатқандай сезінеді. Анджела қайта оралғанда ол оны жалғыз қалдыруды сұрайды. Қайта қарағанда бәрі қалыпты. Бен ақылынан адасып бара жатқанына сенеді. Кейін тағы бір патруль кезінде өртенген манекендер мен айнамен толы қабырғаларды көреді. Артында біреу тұрғанда елестетеді. Айнаға қарап, қолын іздің үстіне қояды. Сол сәтте шыны жарылады да, қолын кеседі. Қайта қарағанда айна бүтін. Кенет артында жалынға оранған әйел пайда болып, жоғалады. Қайта бұрылғанда бейнеде жанған адамдарды көреді, бірақ шынайы ортада өрт жоқ. Өрт басталады да, Бен жалынға оранып қалады.
Бірақ шын мәнінде ол зиянсыз. Ол бәрін түсініп, бәрі қалыпты екенін байқайды. Жерде Гарридің әмиянын табады. Трейлерге оралып, Гарридің шкафын тексереді. Жарасын тазалап, бинт таңады. Гарридің әмиянын қарап, ішінен Сакко деген сөз жазылған қағаз табады. Ол ғимаратқа қайта кіріп, екінші қабаттағы косметика бөліміне барады. Қабырғаларды мұқият қарайды. Кенет әйелдің ауырған дауысын естиді. Дауыстың қайдан шыққанын анықтап, сол жаққа жүгіреді. Бөлмеге кіріп, әйелді іздейді, бірақ ешкімді таппайды. Қайтадан дауыс естіледі. Айнадағы бейнесін көреді, бірақ шынайы ортада әйел жоқ. Киім ауыстыратын бөлменің пердесін ашады, ешкім жоқ. Айнаға жарық түсіріп, оны бөлме алдына қояды. Жалынға оранған әйел қайтадан бейнеде пайда болады, бірақ шынайы ортада жоқ. Осы уақытта үйде ұлы Майкл айқайлап оянады. Эми оны тыныштандырмақ болады. Ол айнадағы әйелдің айқайлағанын айтады. Эми оны түстеп айтып, бөлмеден шығады, есікті ашық қалдырады. Ол жатып, теледидарды өшіреді. Сол кезде экранда әйел пайда болады. Майклдың айнасында да сол әйел қайтадан көрінеді. Кейін Бен Анджеланың жұмыс істейтін барына барады да болған оқиғаны айтады. Анджела бәрін стресс деп есептейді. Олар айна туралы сөйлеседі. Айна барлық жерде, бейне оған қарап тұрғандай сезінеді. Анджела дәрігерге қаралуды, демалуды ұсынады. Кейін Бен ұйықтап жатқанда есік қағылады. Гарриге тиесілі посылка келеді. Ішінде өрт туралы есептер мен өрт қойғанын мойындаған адам туралы мақала бар. Ол жұмысқа келеді, Лоренцо кетіп бара жатады. Ол Лоренцодан көргендерін айтпақ болады. Лоренцо полиция Гарридің өлгенін, бірақ қалай өлгенін айтпағанын, жертөледегі ағып жатқан суды жөндейтін адам жіберетінін айтады. Эми жұмыста аутопсия жасап жатқанда лоббиге шақырылады. Бен келіп, Гарридің мәйітін көргісі келетінін айтады. Ол болған оқиғаларды айтып, Эмиді көндіреді. Олар суық камераға кіреді. Патологоанатом Гарридің өз-өзін өлтіргенін, бірақ полиция әлі тергеу жүргізіп жатқанын айтады. Ол айна сынығымен өзін өлтірген. Бен мәйітті қарап, ол қозғалғандай көреді. Іс материалдарын сұрап, Эмиді көмектесуге көндіреді. Ол қылмыс орны суреттерін қарап, қарудың бейнеде қанмен, ал шынайы қаруда таза екенін көрсетеді. Бен айна басқа нәрсені көрсететінін, адамдарды істегісі келмейтін нәрсеге мәжбүрлейтінін сезеді. Эми оған полицияға қайта оралғысы келсе, ондай сөз айтпауды сұрайды. Ол көріп тұрғандарын, сезінгендерін айтады. Эми ішімдікті тоқтату үшін қандай дәрі ішетінін сұрайды. Ол дәріні көрсетеді. Эми оның көп жанама әсері барын ескертеді. Ол мазалаған үшін кешірім сұрап, көмектескен үшін рахмет айтады. Кейін Анджела ваннаға түсуге дайындалады. Шапанын шешіп, ваннаға кіреді. Бейнесі айнада қалады. Ол суға түскенде бейнесі бетін екіге жырта бастайды. Сол әсер шындықта да болады. Анджела ваннада өледі. Полиция тергеуге келеді. Детектив ваннаға кіріп, суды ағызады, бетін ашып, жарақатты көреді. Бен пәтерге келеді, полиция оны кіргізбейді. Детектив шығып, оны ұстайды. Ол мәйітті көріп, раковинаға құсады. Моргта ол әпкесінің мәйітіне жылайды. Эми Ларримен сөйлесіп, Бен Анджелаға зиян келтірмейтінін айтады. Ларри оның нұсқасы негізінен сәйкес келетінін, бірақ әріптесі оның жұмыстан кеткісі келгенін айтқанын, дәлел жоқтығынан босатылатынын айтады. Эми оны өзімен балалармен бірге тұруға шақырады, бірақ Бен оларды қауіпке тігісі келмей. Ол айна Анджелаға шабуыл жасады деп ойлайды. Эми оны түсінбей, Ларриге бәрін айтуды ұсынады. Бен ешкім оның көргендерін сенбейтінін ойлайды. Сол түні ол дүкенге қайта барады да, ең үлкен айнаны сындырмақ болады, нәтиже жоқ. Мылтық алып атады, айна қайта қалпына келеді. Ол соққы беріп, шаршап құлайды да. Айна одан не қалайды? Деп айқайлайды. Шынында Сакко деген сөз пайда болады. Ол Ларриден сол сөзді іздеуді сұрайды, өйткені интернеттен ештеңе таппаған. Ларри дүкенмен өртті зерттейді, бірақ байланыс таппайды. Өрт қойған адам айна кінәлі деген. Ларри Сакко туралы ештеңе таппайды. Бен өрт қойған адамның атын Теренс Барри іздеуді сұрайды. Ларри оның өлгенін,
бірақ психиатриялық аурухана атын береді. Бен сол жерге барады. Дәрігер науқас екі шындық бар деп сенгенін айтады. Жазбаларды көрсетеді. Барри айна отбасын өлтірді, өйткені Сакы таппады деген. Бен Эми мен балалардың қауіпсіздігінен қорқады. Ол үйге барып, барлық айнаны алып тастайды. Роза мен балалар қорқады. Қызының бөлмесіндегі айнаны ала алмаған соң бояп тастайды. Эми Росаның қоңырауынан келіп ашуланады. Ол кетуді талап етеді. Бен айнаны бояп болған соң кететінін айтады. Эми не болып жатқанын түсінбейді. Майклдың оның әсерінен қызық әрекет жасап жатқанын айтады. Бен оны сыртқа алып шығып, құбылысты көрсетпек болады. Айнаға атқанда ол қалпына келмейді. Балалар терезеден қорқып қарайды. Эми мылтықты тастауды, ішке кіруді сұрайды. Ол машинаға мініп кетеді. Жолда Анжеланы артқы көрініс айнасынан көріп, апатқа ұшырайды да көрініс айнаны сындырады. Содан кейін дүкенге қайта оралып, жертөлені аралайды. Психиатрия бөлімінің ескі белгісін табады. Су басқан жерді ашып ішке кіреді. Ортасында орындық бар құрылғыны табады. Орындық айналармен қоршалған. Ол бейнеге қарап атып жібереді. Кейін Ларриге қоңырау шалып, ауруханадағы пациенттер мен қызметкерлер туралы іздеуді сұрайды. Сакы дегенді іздеуді өтінеді. Ларри абай болуды ескертеді. Түнде кездеседі. Ларри әні Сакы туралы медициналық құжаттарды әкеледі. Қыз 12 жаста ауруханаға түскен. Бір түнде басқа пациенттермен бірге өз-өзін өлтірген. Сол түні аурухана жабылған. Бас дәрігер тұтқындалған, бірақ өз камерасындағы айна сынығымен өзін өлтірген. Келесі күні Бен үйде Анна құжаттарын қарайды. Суреттерде оның беті бұлыңғыр. Өлім алдындағы жылғы жалғыз анық сурет бар. Ол шизофрения диагнозымен түскен, агрессивті елес көрген. Құжатта қырғыннан 2 күн бұрын шығарылғаны жазылған. Кенет теледидардан жарылу дыбысы шығады. Қақпақты ашқанда Анна суреті бейнеде көрінеді. Бен Анна әлі тірі екенін түсінеді. Осы кезде қызы тісін жуып жатыр. Майкл бөлмеде айна алдында біреумен сөйлеседі. Ол тұрғанда бейнесі орнында қалады. Эми жақындап, бейненің оған күлімдегенін көреді. Ол қорқып, Бенге қоңырау шалады. Енді ол оған сенеді. Екеуі үйдегі барлық шағылысатын беттерді, айналарды, терезелерді, теледидарларды жауып тастайды. Бітірген соң Бен балалармен қоштасып, Эмиге бұрын сенбеген үшін өкініш білдіреді. Бен Пенсильванияға Анна іздеп кетеді. Ол шаңды жолмен жүріп, пошта жәшігінде оның атын көреді. Есік қағады, жауап жоқ. Терезеге жақындағанда ит үреді. Бала шығып, не керек екенін сұрайды. Бен шизофрения туралы мақала жазып жатқанын өтірік айтады. Бала анасына атаның әпкесі туралы сұрап жатқанын айтады. Кәрі адам Бенді жертөлеге апарады. Олар оны зорлық-зомбылық эпизодтарына байланысты сонда ұстаған. Доктор Мартин ғана көмектесті деген. Ол жындылыққа сенбей, емдеуге болады деп ойлаған. Бен қайда кеткенін сұрайды. Ол ауруханада өлді деп ойлаған. Бен оның 2 күн бұрын шыққанын айтады. Ол біраз уақыт отбасымен тұрған, бірақ үйде айнамен қатысты оғаш оқиғалар басталған соң кеткен. Оны айна жоқ монастырға жіберген. Бен монастырға жетеді. Аннамен сөйлескісі келетінін айтады. Ол ауруханадағы айна оны іздеп жатқанын, отбасын құтқару үшін көмек сұрайтынын түсіндіреді. Анна айна адам әлеміне терезе екенін айтады. Оларға түскен нәрсе, оның ішінде қамалған зат. Доктор Мартин шизофренияны емдеу үшін пациенттерді күндер бойы айна бөлмесінде ұстаған. Бірақ қате болған. Анна емделмеген. Оның ішіндегі жын айнаға өткен. Содан бері өлтіргендердің жанын жинап келеді. Егер ол қайтып келсе, жын шынайы әлемге өту үшін оны ыдыс ретінде пайдаланады. Бен оны көндіруге тырысады, бірақ ол бас тартады. Ол құрбандар туралы айтып, отбасы суретін көрсетеді. Осы кезде Майклдың бейнесі Эми мен ұлы тұрған бөлменің есігін ашады. Бен Эмиге қоңырау шалып, білгендерін айтады. Эми Майклдың жоғалып кеткенін байқайды. Есіктен қараса, үй суға толған. Бен су мен шағылыстардан сақ болуды ескертеді.
Ол айналардың да сызылғанын көреді. Артында бірдеңе қозғалады да Эми телефонды түсіріп алады. Бен Анна бөлмесіне кіріп, оны қорқытып, бірге жүруді талап етеді. Сол кезде Эми үйдің құбырларын жауып тастайды. Ваннаға жеткенде Майклдың бейнесін көреді. Кенет оны суға итеріп жібереді де батып кете бастайды. Қызы анасының дауысын естіп, бөлмеге кіреді. Анасын бейнеде көреді. Бейне қызды ұстап, жарақаттай бастайды. Шынайы Эми келіп, қызды тартып алады. Бейне ашуланып, қызды жіберіп алған үшін қатты ашуланады. Эми қызды шкафқа жасырып, ешқашан шықпауды бұйырады. Су үйді басып жатыр. Эми төмен түсіп, Майклды іздейді. Оны айнаны пышақпен қырып жатқанын көреді. Майкл: «Қорықпа, мен тек ойнағым келеді» дейді. Пышақпен жүгіреді, Эми соңынан қуады. Оның бейнесін орындық астында көреді деп ойлап, бірақ бейне оны кесіп, қашып кетеді. Бен Аннамен ғимаратқа кіреді. Айналарда суреттер пайда болады. Олар жертөлеге түседі. Анна орындыққа отыруды, көзін жұмып, байлап қоюды сұрайды, басқа жол жоқ дейді. Үйде Эми Майклды суда отырғанын көреді. Оған жақындағанда бейнесі оны суға тартады. Эми құтқармақ болады, бірақ Майкл батып кетеді. Анна Бенге кетуді сұрап, дұға оқи бастайды. Жын айнадан шығуға мәжбүрлейді. Ол көзін ашады да, ғимараттағы барлық айна жарылып, оны өлтіреді. Майкл судан шығады, Эми оны тірілтеді, су шығарады. Ғимараттағы айнадар толық жойылады. Бен айна бөлмесіне кіреді, бірақ Анна жоқ. Қабырғада бірдеңе жылжып жатқанын естиді. Жын Анна денесін басып алып шығады. Бен атады, бірақ жарақат алмайды. Ол оны шабуылдап, бөлмеден сүйреп шығарады, жертөледен өткізеді. Бен күресіп, оны газ құбырына итеріп жібереді. Атып, өрт шығарады. Ғимарат құлай бастайды. Ол қашуға тырысады. Жын қайта шабуылдайды, бірақ Бен оны итеріп, үйіндінің астына қамайды. Бен де үйінді астында қалады, бірақ шығады. Сыртқа шыққанда полиция машинасы тұр. Полицейлер мен өрт сөндірушілер оны байқамайды. Ол Лоренцоға жақындайды да, төсбелгілердің кері жазылғанын, патруль машиналарындағы жазулардың да кері екенін байқайды. Қолындағы жарана қарайды, ол қарама-қарсы жақта. Ол айнаға қолын қояды, іс қарама-қарсы жақта пайда болады. Бен енді басқа өлшемде қамалып қалғанын, шынайы әлемде қайтыс болғанын түсінеді.